Сәлем достар, бүгінгі видеода iPhone-ның сіздер білмейтін фишкалар туралы айтамын. Бастайық. Бірінші фишка интернет жоқ болып қалса, немесе еден сәбіт қалса, қалай басқа интернетке қосылуға болатынын көрсетемін. Ол үшін настройкиға кіреміз, Wi-Fi-ға басамыз. Бізге дәл қазір қандай интернет доступен екенін қараймыз. Бізге осы екі интернет доступен. Сосын оң жақ бұрышта изменить деген жазуға басамыз. Изменить деген жазуға басамыз. Бізге керек интернетке қарасақ, соның оң жағында көк таңба тұр, соған басамыз. Бізге мыналардың ішіне бізге доступен осы интернет. Көкке бассақ, парольға басамыз, бізде солардың интернеті шығып тұрады. Келесі бізде фишка. Біз, мысалы, iPhone-ды жоғалтып алсақ, оны сол тапқан кісі ол авиарежимға қойып істейді ғой. Бірақ біз авиарежимда болса да оны таба аламыз. Ол үшін настройкиға кіреміз. Найти iPhone-ға кіреміз. Найти iPhone-да кейбір адамдарда ол өшіліп тұрады. Біз оны қосу керекпіз. Последняя геопозиция дегенді қосамыз. Сонда біз ол авиарежимға қойып істесе де біз оны таба аламыз, iPhone-ды. Достар, келесі видеода iPhone фишкалары туралы екінші бөлім түсірейін бе, әлде ноутбуктың фишкалары туралы түсірейін бе? Ойларыңызды комментарияға жазуды сұраймын. Сау болыңыздар.